Мен өзіме керекті мөлшерде вишняны теріп алдым. Енді қазір бұны жақсылап жуып, сосын кептіреміз. Байқасаңыздар, кейбір вишнялардың мынандай таяқтарын алған жоқпын. Себебі ертең қыстың күні торт жасаған кезде осылай таяқтармен торттың бетіне қоятын болсам, өте әдемі көрінеді. Сондықтан да осылай жудым. Если осылай қазір жуып болдым, если осындай су күйінде қатыратын болсақ, ертең бір-біріне жабысып қалады, сосын алынбай видео бұзылады. Көріп тұрғандай, мен мата дастархан төсеп қойдым астына. Енді мынау нелерімізді, вишняларымызды осының үстіне жайып толықтай кептіріп аламыз. Бұл толықтай кебу керек. А то осындай сырты су күйінде біз қатырып тастайтын болсақ, бәрі бір-біріне жабысып, ертең өзінің видін жоғалтып қояды. Сондықтан да толық кебу керек. Жуылған вишняларымызды осылай мата дастарханның үстіне жайып тастаймыз. Мен примерно 3 сағатқа қалдырдым. Осы 3 сағаттың ішінде сыртындағы полный суы ағып, толықтай кепті. Содан кейін осындай кез келген супермаркетте сатылатын для замораживания овощей и фруктов деп аталатын осындай пакетик бар. Именно бұндай емес, басқа да ала берсеңіздер болады. Бірақ осындай пакет керек, осындай заморозкаға артылған. Осындай пакетке жаңағы кепкен вишняларымыздың барлығын салып, аузын жауып, не қылатын боламыз, қатыратын боламыз. Қалай аузын жау керек, қалай ішіндегі ауаны шығару керектігін мен полный осы видеода көрсеттім. Менде жаңағы трубочка онда ештеме жоқ, насосында ештеме жоқ. Сондықтан да аузымның көмегімен ішіндегі ауаны сыртқа қарай тарту арқылы ішіндегі полный ауаны тартып алдым. Ішінде ешқандай ауа қалған жоқ. Мен үнемі осылай жасаймын. Осылай жасау міндетті, себебі ішінде ауа қалып қоятын болса, жаңа вишнямызды үстіртіп жібереді. Сондықтан да ешқандай ауа қалдырмау керек. Үсіп тартып, ішіндегі полный ауаны шығарып тастау керек. Сонда жаңағы вишняларымыз дана-дана күйінде бір-біріне жабыспай, үсімей, жақсы күйінде сақталатын болады. Қалағанша сақтай бересіз, 1 жыл, 2 жыл сақтай бересіз. Вишнялар сол күйінде ашымай, құртылмай тұра беретін болады. Міндетті түрде осы способпен жасап көріңіздер. Мен үнемі осы способпен жасаймын. Осылай морозильникке салып тастаймын. Кез келген уақытта алып, кез келген нәрсеме қолдана беремін. Осылай сілкіген кезде мүлдем жаңағыдай қозғалмау керек орнынан. Егер қозғалатын болса, жаңағы аузын ашып, қайтадан ауасын 1-2 рет тартып жіберсеңіздер, ауасы шығып кетеді ішіндегі. Міне мен мына видеода 3 күннен кейінгі вишняларды көрсетіп жатырмын. Бұлар морозильникте тұрғанына уже 3 күн болды. Көрсеңіздер, дана-дана бір-біріне жабыспай, өзінің видін сақтап тұр.